14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассалаумағалейкум, қадірменді ағайын, тікелей эфирде түйінсөз тізгінші Дүйсен Молдашұлы. Біз бүгін тікелей эфир барысында өңіріміздің бүгінгі таңдағы тыныс-тіршілігі, соның ішінде әсіресе әлеуметтік ахуал мен өңірдің экономикалық даму барысы жайында өздеріңізге ақпарат беруге тырысатын боламыз. Бүгін бізде қонақта өңір басшысы Қарашөкеев Ербол Шырақбайұлы келіп отыр. Ербол Шырақбайұлы, қасиетті Әулиеата өңіріне, соның ішінде осы Жамбыл облысының басты арнасы Жамбыл телеарнасының қара шаңырағына қош келдіңіз. Қайырлы кеш, құрметті Дүйсебай Молдашұлы, қадірменді көрермен, жерлестер. Ербол Шырақбайұлы, енді жас келсе іске деген қазақта жақсы сөз бар. Мен қателеспесем, сіздің біздің өңірге басшылық қызметке келгеніңізге таяуда ғана 100 күн толды ғой деймін. Енді әрине бұл уақытпен қарайтын болсақ, керемет үлкен уақыт, үлкен мерзім емес. Бірақ қазір енді жылдың аяғы болғандықтан өткен күндерге көз тастап, ой түйетін, саралайтын, таразылайтын мезгіл жеткен сияқты. Сондықтан сізден сұрағым келіп отырған алғашқы сұрақ, жалпы Жамбыл облысы биылғы жылда қалай аяқталды? Бізді қызықтыратын әсіресе экономикалық оң көрсеткіштер бар ма? Расында енді құрметті көрермен, бәрдеріңізге мәлім, биылғы жыл әсіресе ауыл шаруашылық саласында қиын жыл болды. Су тапшылығымен байланысты бізде ауыл шаруашылық саласында біраз қиыншылықтар болғанымен, біз жалпы облысымыздағы экономиканың дамуын, оң динамикасын сақтап қалдық. 11 айдың қорытындысы бойынша бізде өнеркәсіпте де, құрылыста да, инвестицияларда оң динамика сақталып отыр. Жылдың аяғына дейін ол динамика сақталады. Енді келесі жылда жоспарларымыз, үміттеріміз көп. Оң динамика, экономиканың өсуіне біраз нәтижелерге келеміз деп сенімдіміз. Жалпы алатын болсақ, 11 айдың қорытындысы бойынша шамамен 411 миллиард теңге инвестиция тартылды салаға. Облысқа 14,6% бұл өткен жылдың есепті кезеңімен салыстырған кезде өсім бар. Негізі облыстық экономиканы алатын болсақ, бізде индустрия жағы, химия өндірісі, ауыл шаруашылық өндірісі, энергетика жағынан, жел энергетикасында да потенциалы өте жоғары. Жақсы, жалпы Жамбыл облысы енді біздің осы жақта тұратын халыққа да, республикаға да жасыратын ештеңе жоқ. Дотациялық өлке болып есептелді ғой. Жылда субсидия алып тұрамыз тұрақты түрде. Енді мен статистикалық мәліметтерге қарайтын болсам, біздің республика мынау жалақы бойынша 19-ші орында тұр екен. Енді бір айқайлап бір қуанатындай жағдай емес. Сіз өз тарапыңыздан осы мәселеге оң ықпал етуге қандай жұмыстар жүргізіп жатырсыз? Дүйсебай, расында облыста ортанша жалақыны алатын болатын болсақ, рас айтып отырсыз, ең төменгі орындарда қалыптасып отыр. Ол бүгін ертең кеше нарығын қалыптасқан нәрсе емес, ол 10 жылдықтай бойы қалыптасқан динамика. Әрине бізде ең маңызды себебі ол өзіміздің өңірімізде жергілікті меншікті кірістердің арқасында 20% өзіміз шығындарымыз жауып отыр. 80%-ді республикалық деңгейде дотация ретінде алып отырық. Оның енді осы мәселені, осы ахуалды өзгертудің бірақ жолы бар. Ол өзімізде өндірісті мейлінше дамыту, жаңа кәсіпорындарды құру, жаңа жұмыс орындарын құру. Ол үшін инвестицияларға біз қолайлы жағдай жасау керекпіз. Оған енді қазір 100 күннің ішінде біраз ауқымды жұмыс жасалды. Жүйелі түрде реформаларды қазір бастап кеттік біз. Инвестицияларды тарту мәселесінде де қолға алып жатырық. Мынау президентіміз жұмыс орнын құру бүгінгі жалпы мемлекеттік міндет болып табылады деп бізге тапсырма берілді. Қыркүйек айындағы жолдауында өндірістік каркасты жұмысты қалыптастыру керек.
жаңа жұмыс орындарын салу керек. Оның бәрдерін енді біз жүйелі түрде жұмыс атқарылып жатыр. Нәтижесін бәрі болады деп сенімдіміз. Жалпы халықтың әлеуметтік ахуалын көтеру үшін бұл өндіріс орындарының мықты болуы, ішкі айналымның мықты болуы, енді экономист мамандар тұрмақ, бүгінде қарапайым адамдар да жақсы түсінеді. Енді өзіңіз де айтып отырсыз ғой, осы өндіріс орындарын көбейту керек, мейлінше деп. Жалпы өндірістің әлеуетін арттыру дегенді өзіңіз қалай түсіндірген болар едіңіз? Бүгінгі таңда, Дүйсебай Молдашұлы, бүгінгі таңда бізде негізі өндіріс жағымызды алатын болсақ, химия өнеркәсібі өте дамыған. Облысымызда Қазақстан бойы алатын болсақ, мысалы, химия өнеркәсібі Қазақстандағы химия өндірісінің көлемін 30% біз қамтып отырмыз. 30%-ын қамтығанда, мысалы, фосфориттердің балансты қорларын алатын болсақ, 70-тен жуық пайызы біздің облысымызда табылған. Сол себептен бізде соған қатар фтор, кварцит, алтын, мыс, темір кен орындары да бар. Оған енді өндірістерді ары қаратай дамыту керек. Бір кішкентай мысал айтып кетейін. Мынау фосфорит дейміз ғой, бәріміз белгілі. Жамбыл өңірі фосфордың мекені деп те айтуға болады. Қазіргі таңда екі үлкен ірі кәсіпорнымыз жұмыс істейді. Ол Қазфосфат пен жаңа Уралхим. Шығаратын болсақ, не шығарамыз, қандай өндірісі, қандай өндірісіміз қандай деп қарайтын болатын болсақ, ол сары фосфор, амофос, ұнталанған фосфор. Оны әрі қаратай терең жаңағындай қосымша бағасын арттыру мәселесінде де қарастыру керек. Жаңа технологиясын алып келу керек. Қазіргі таңда енді Дүйсеке білесіз ба, білмейсіз ба? Қазіргі таңда мынау литий-ионный аккумулятор дейді ғой? Ең тиімді технологиясы ол фосфориттен шығады. Фосфор, темір қышқылынан жасалатын, литий қосылатын ең тиімді аккумулятор болып табылады. Бізде негізі өзімізде де кен орындар фосфориттің жеткілікті. Соған жаңа технология алып келетін болсақ, негізі 5 жылдық мерзімде өзімізде осындай литий, темір, фосфор қышқылынан жасалатын батареяны жасауға бар мүмкіншілігіміз бар. Ондай аккумуляторлар жасайтын болсақ, электр қуатпен жүретін көлікті жасауға да мүмкіншілігіміз болатын болады. Әрине, бәрі осындай бағыттарды алатын болсақ, бәр жерінде бізде мүмкіншілік бар. Бастапқы дұрыс технология алып келу, инвесторларды, кәсіпорындарды осы технологияларды пайдалануға ынталандыру, көмек көрсету. Оған енді облыс деңгейінен біз көмек көрсету керекпіз. Екінші бағытты алатын болсақ, бізде химияға енді қосымша алатын болсақ, бізде құрылыс индустрия бойынша әлеуетіміз өте зор. Цемент заводтары бар, гипс, бетон, гипсокартон, басқа да заманауи материалдарды шығаруға да мүмкіншілігіміз бар. Қазір облыста алатын болсақ, 110-дай шағын, 5 ортанша кәсіпорындарымыз бар. Қасымыздағы көршілес Қонаев қаласын алайық, Шымкент қаласын алайық, Түркістан қаласын алайық, оның бәрдері өсіп атқан, өніп атқан, дамып атқан қалалар. Ол жаққа әрине мынау құрылыс материалының сұранысы өте жоғары. Сол себептен біз бірінші осы құрылыс индустрия бойынша құрылыс заводтарын мейлінше салып, жаңа материалдардың өндірісін қолға алу керекпіз. Оған мүмкіншілік бар, жұмыс атқарылып жатыр. Жалпы құрылыс жұмысы жолға қойылатын болса, сұраныс қашанда болады дейсіз ғой? Әрине. Жақсы. Өзіңіз де білесіз, жалпы біздің Жамбыл облысы, бұл енді мынау қазақша айтатын болсақ, жағрапиялық жағынан қарағанда ауыл шаруашылығына бейімделген өлке. Бұл енді табиғатымыз болсын, қысымызда жылымық болып келеді. Мынау суармалы жерлеріміз өте үлкен. Сондықтан біздің негізгі табыстың көзі осы ауыл шаруашылығында жатқандығын барлығымыз жақсы білеміз. Өзіңіз осы агроөнеркәсіп саласын дамытуға қандай ойларыңыз бар? Қандай жоспарлар жасап отырсыз? Қаншалықты назарыңызда? Агроөнеркәсіп кешенін дамыту, өңірдің дамытудың бір басым бағыты болып саналады. Негізі өңірімізде пиязды алатын болсақ,
Қазақстанның 80% өндіріліп отқан пияз бізде өндіріледі. Биыл рекордтық көрсеткішке жеткіздік. Иә. Енді биыл көрсеткіш рекордты емес, енді былтырғы жылды алатын болсақ 1.200.000 тонна облысымызда өндірілген, биыл 800.000 тонна болды. Қант мәселесін алатын болатын болсақ, екі өңірдің біреу біз қант өндіретін, пияз, сәбіз, басқа да өнімдерді алатын болсақ, әлеуетіміз өте зор. Енді ең бастапқысы пияз мәселесі бойынша мысал ретінде келтіріп кетейін. Бізде облысымызда 20-25 мың гектар пияздың егістік алқабы бар. Соның тең жартысы үнемдеу технология, тамшылатып суару технологиямен қолданып жатыр. Жартысы 10-12 мың гектарымыз су үстімен жай боростковый полив дейді, орысша айтқанда жай суарылып жатыр. Сонда өнімділігі бірдей, су үстімен технология су 5 есе артық пайдаланады екен. Соның бәрлерін біз тамшылатып суару технологияға көшіретін болсақ, мысалы, біз 1 миллион тонна пияз емес, 3 миллион тонна пияз шығара аламыз. Ода енді бір проблема бар. Мен өзім пікірім бойынша 1,5 миллион тонна пияздан артық өндіретін болсақ, қазіргі таңда ол проблема болады. Пияздың бағасы түсіп қалады. Ауыл шаруашылық товар өндірушілердің бәрдерінің табыстары төмендеп кетеді. Сол себептен ең алғашқы сол пиязымызды терең өңдеп, құрғатып, ұнтап, сөйтіп шығару керек. Негізі әлемдегі сұранысты алатын болсақ, ірі халықаралық үлкен корпорация, азық-түлік шығаратын корпорациялардың бәрдері пиязды тұтынады. Пиязды ол шикізат ретінде тұтынбайды, оны порошок ретінде тұтынады. Сол себептен қазіргі таңда біздің ең бастапқы мақсатымыз технологиялық кеп, инвесторды алып кеп, сол пиязымызды кептіріп, ұнтап, ол ұнталған пиязымыз негізі әрбір басқа да шет мемлекетке, алыс мемлекеттерге шығаруға мүмкіншілік беріп отыр. Сол себептен осы өндірісімізді қолға алатын болсақ, біз негізі өзіміздің егістік алқаптарымызды ары қарай арттыруға мүмкіншілігіміз бар. Екінші мәселе енді су мәселесі. Биылғы су тапшылығы мәселесі бәрімізге анық көрсетті. Ол биылғы проблема емес, келесі жылғы проблема емес, алдымыздағы 10 жылдықтағы проблема. Сол себептен біз осы бағытта су үнемдеу технологияларын бәрдерін кейіннен қолға алып, ауыл шаруашылық өндірісіміздің тиімділігін арттыру керекпіз. Соған параллельді түрде жай ғана шикізат шығармай, бізде қарапайым көкөністерді консервілеу, шырын шығару, пасталарды шығару, аралас жем шығару, оның бәрін қиындық ешнәрсесі жоқ. Сұмдық технология да керек жоқ болған. Ол үшін біз өзіміздің мердігерлерімізге осыған ынталандыру керекпіз. Сол себептен бізде өзіміздің өңірімізде жол картамыз бар. Биылда ол жұмыс атқарылды, ендігі жылдан ол жұмыстардың бәрден аяқтарынан күшейтетін боламыз. Ербол Шырақбайұлы, мынау су мәселесін өзіңіз де айтып отырсыз ғой. Расында да біз енді суармалы жерде көбінде өзіміздің көршіміз Айырқалпақ ағайындарға біраз басым бөлігі деп айтсақ та болады, тәуелді екендігіміз белгілі. Суармалы алқаптарға келетін болсақ, енді 6-бірдей ауданда жаңағыдай төтенше жағдай жарияланды. Бұл өз кезегінде енді өнімнің де ойдағыдай шықпауына кері әсерін тигізді ғой. Енді осыған байланысты биыл ел үкіметі де арнайы министрлік құрып жатыр осы су мәселесін шешуге байланысты. Қазір өзіңіз де айтып отырсыз, бұған ғылыми көзқараспен қарау керек деп. Демек, осы мәселені алдағы уақытта шешу үшін сіз комплексті жұмыс жасау керек деп есептейсіз ғой? Әрине, біріншіден енді дұрыс айтасыз, шет мемлекеттерден трансшекаралық су ресурстардан біз өзіміздің тәуелділігімізді төмендету керекпіз. Оның 3 жолы бар. Бірінші жол енді жер асты суын пайдалану. Бізде өңірімізде жер асты суымен өте бай. 1,7 миллиард текше метр жер асты суымыз бар. Сол себептен сол сулардың бәрдерін біріншіден үнемді пайдалануға үйрену керекпіз. Ауыл шаруашылық товар өндірушілеріміз, диқаншыларымыздың бәрдерін соған тарту керекпіз. Екінші мәселе бұл суларды, келіп жатқан суларымыз бәрдерімізді сақтау мәселесі. Бұл не деген сөз? Бұл қоймаларды сөз.
жоспар бойынша алдымыздағы 3-5 жылдың ішінде 13 жаңа ірі ұсақты су қоймалар салуымыз жоспарланып отыр. Оның ішінде сонымен қатар бізде 4 су қоймасына қайта жаңарту жұмыстары басталып кетті. Жұмыс атқарылып жатыр. Жалпы қосымша айтатын болсақ, жалпы ұзындығы 1,2 мың шақырымды құрайтын 257 каналды жөндеуге қазір салып жатыр. Ол бізге біріншіден егістік алқаптарға жеткізгенше сол судың ысырап пайдалану, судың жоғалту мәселесін азайту керекпіз. Үшінші мәселе бұл су үнемдеу технологияларын өз қолымызға алу керекпіз. Ол не деген сөз? Бізде жаңа пияз мәселесінде де айтып кеттік. Пияз мәселесі бұл тамшылатып суару әдістемелер талап етеді. Ол сол заводты өзімізге алып келіп, шет мемлекет, Түркия болсын, Қытай технологиялар болсын, соларды алып келіп, өзімізге арзан, тиімді, сапасы жоғары осындай заводтарды салу керекпіз. Келісім сөздер жүріп жатыр, оны арқыртай келесі жылдан бастап 1-2 заводты саламыз деп қазір сенімдіміз. Екінші мәселе, жаңбырлатып суару технологиялары. Онда да қолға алу керекпіз. Себебі қант қызылшасын алатын болсақ, бізде су асты технологияларын пайдаланатын болсақ, қазіргі 4-6 мың гектардан 20 мың гектарға жеткізе аламыз. Менің ұстаным қант қызылшасын толықтай су асты, жер асты суға қосу керекпіз. Сол себептен біз сыртқы шет мемлекеттерден келетін судан тәуелсіз болу керекпіз. Ол мәселеде де қазір қолға алынып жатыр. Ұңғыма қазу мәселесі. Бізде негіз жоспар бойынша 700-ден астам ұңғыма қазамыз. Оның 100-ден астамы қазылды. Осы алдымыздағы 2-3 жылдың ішінде осы ұңғымалардың бәрден қазып, сол себептен қазіргі субсидиялау ережесіне өзгерістер енгізіліп жатыр. Бұрын субсидия нормативі 50% болатын, қазір 80% болады. Яғни шаруашылық ұңғыма қазатын болса, сол шығынның 20%-ын төлейтін болады. Тиімді ғой, өте тиімді. Екінші мәселесі инфрақұрылымға да субсидия төлеу. 50% төленіп жатыр, осының бәріне енді компанияларды алып келу керек. Шаруашылық өзі осындай жоспар құрып, дұрыстап құбырларды, инфрақұрылымды алып келуге қазір шамасында да, білімдерде де, тәжірибесінде де жетпей жатыр. Сол себептен бізге алғашқы инвесторлармен кездескен кезде жай завод соқпай бізде, жаңбырлатып суара құралдарды шығаратын қасына осындай жаңағы жобалау жұмыстарын жасай алатындай, қызмет көрсететіндей компанияларды алып келіңіздер, тәжірибелеріңізбен бөлісіңіздер дегендей талап қойып жатыр. Ол ендігі жылдан бастап нәтижесі болады деп сенімдімін. Біз биылғы жылы 3 мыңнан астам гектар үнемдеу технологияларды пайдалану жер алқаптарын көлемін ұлғайттық. 3 мың гектар аздау енді. Біз жыл сайын 10 мың гектарға дейін жеткізу керекпіз. Қазір 57 мың гектар болатын болса, облысымызда үнемдеу технологияларды қолдану арқылы суармалы жерлердің көлемі қазір 10-100 мың гектарға дейін жеткізу керекпіз. Төте жол осы, басқа мүмкіншілік, басқа да жол жоқ. Демек, біз ғылыми зерттеуді тоқтатпауымыз керек, ғылыми көзқараспен қарап, бұның тиісті шешімдерін шығаруымыз керек дейсіз. Расында Ербол Шырақбайұлы, қазір бұл суармалы суды айтпағанның өзінде, ауыз судың өзін қазір әлемдегі ғалымдар дабыл қағып жатыр. Алдағы 30 жылда тіпті ауыз судың өзі үлкен проблема болуы мүмкін деген мәселе. Расында да ғылым дамымай, ештеңе дамымайды ғой, оны біз жақсы білеміз. Қазақта жақсы сөз бар, кәсіп түбі нәсіп дейді. Енді кәсіппен айналысу үшін де оған бір жағдай керек, белгілі бір дәрежеде. Енді осы күнге дейін бізде еліміздегі жасалып жатқан кәсіпкерлерге қамқорлықты аз деп айта алмаймыз. Әртүрлі бағдарламалар болды, соның нәтижесін де көріп жатыр. Бірақ енді сіз біздің өңірге шоғырланған кәсіпкерлердің жағдайын жақсарту үшін қандай жоспарлар жасап отырсыз? Әрине, бірінші кезекте ол біздің мынау инвестициялар кәсіпкерлерге көмектесетін жүйені реформалау керек. Мен осы 3 айдың ішінде 30-дан жуық инвесторлармен кездестім. Соларда инвесторлардан сұрайсың ғой инвесторлар, қандай проблема болып жатыр, қандай көмек керек болып жатыр деген кезде инвестордың бірінші айтатыны, біз келген кезде жерді қалай аламыз, басқа да көмекті қалай көрсетеміз, соның бәрі қиын дейді. Біреуіне келеміз, аудан әкімдеріне келеміз,
басқарма жұмысшыларына келетін болсақ, біреу біледі, біреу білмейді. Сол себептен ең алғашқы талап қойылып жатқан ол инвесторлармен жұмыс істеуде бір терезе қағидатын іске қосу керек. Ол жұмыс басталды. Екінші мәселе, біз аудандық әкімшіліктердің жұмысшыларын, өзіміздің облыстық әкімшіліктің, басқарманың қызметкерлерін бәрдерін қазір оқыту процестерін жүргізіп жатыр. Себебі бізде Қазақстанда инвесторларды қолдау көрсететін жүйе дамыған, субсидиясы бар, арзандатылған қаржы бөлу мәселесі, кепіл беру мәселесі, гарантия беру мәселесі, оның бәрдері дамыған. Өкінішке орай біздің чиновниктер осының бәрін біле білмейді. Инвестор, мысалы, бір ауданға келіп, инвестор жаңағы аудан әкімнің орынбасары немесе бөлімнің қызметкерлерінен сұрайтын болса, көбісі қолда бар инструменттерді білмейді. Сол себептен біз осы жұмысты бастадық, өзіміздің жұмысшыларға үйретіп жатырмыз. Ол жұмысшыларды түнде оятатын болса, инвесторлар қандай көмек бар, қандай деңгейде, қандай инструменттер, соның бәрдерін түсінікті түрде жеткізу керек. Екінші мәселе, әрине, сұраныс болмай, нәтиже болмайды. Сол себептен біз қазір әр аудан әкімшілікке, аудан әкімдерге KPI дейді, алдарына мақсат қойды келесі жылға. Осы инвестициялық жоба қанша көлемінде, қандай жобалар іске асырылады, соның бәрдерін олардың алдарына талап ретінде қойып отыр. Жылдың бірінші бөлігінде осы алдарына қойған міндеттерге қол жетіспеген чиновниктер жұмыстарынан босатылатын болады. Әрине, ол бір жағынан қаттылау шығар. Бірақ та ондай талап қоймайтын болсақ, осындай KPI жүйесін енгізбейтін болсақ, нәтижеге қол жеткізбейміз. Өздеріңіз білесіздер, президентінде де тапсырмасымен қазір республика деңгейінде инвестициялық штабы бар. Сол штабқа жаңа құзыреттер беріп отыр. Ол штабтар негізі әрбір өңірдің әкімдері, мысалы, өз инвестиция тарту мәселесін дұрыстап атқармайтын болса, ол инвестициялық штаб негізі президенттің алдында осындай әкімдерді жұмыстан босату мүмкіншілік пайда болып отыр. Әрине, оны ары қаратай аудандық әкімшілікке де басқа да деңгейлерге жеткізу керек. Жұмыс екінші мәселе, қазір біраз көңіл аударып жатқан мәселе, бұл индустриалдық арнайы аймақтардың жасау мәселесі. Инфрақұрылым, инвестиция қаражат талап етеді. Әрбір инвестор келген кезде бізге газ керек дейді, бізге темір жол керек дейді, бізге электрқуат керек дейді. Жерлерді индустриалдық арнайы аймақтарды қарайтын болсақ, ол жаққа тартылмаған. Қанша ақша қажет болады деп санайтын болсақ, миллиардтаған теңге. Сол себептен біз кішкене өзіміздің жұмыс барысын өзгерттік. Біз, мысалы, қазір Тұрар Рысқұлов ауданында, Меркі аудандарының мен Жаңатас қаласында жаңа шағын аймақтарды құру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Оның бірінші бастапқы сол жерді таңдаған кезде құрылымдардың бәрі бар жерлерді таңдап жатыр. Сол кезде бізде көп қаражат, инвестицияда талап етпейді. Ол үнемделген ақшаны біз әлеуметтік бағытқа жіберуге мүмкіншілігіміз болады. Жаңа нысандарды соғамыз, мектептерді соғамыз, үйлерді соғуға да мүмкіншілік болады. Негізі 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық кәсіпкерлік дамыту жобасының аясында қазір біз қаражаттарды қосымша қосып жатырық. Ол ортанша майда кәсіпорындарға арзандатылған қаражатты бөлу мәселесі. Екінші мәселе, ірі инвестор, өңіріміздегі ірі жобаларды іске асырып отқан инвесторлармен сөйлескен кезде, мен мысал ретінде келтіріп кетейін, Сарысу ауданында Қазақ сода деген үлкен мекеме бар. Жоба іске асырылып жатыр, кальцийленген соданың заводын соғып жатыр. Солардан жаңа инвесторлардан сұрадым мен. Негізі сіздерде осындай завод бар ма? Басқа өңірлерде. Түркияда сондай заводтар бар екен. Соның қасында ортанша майда өндірістер пайда болды ма? 14 па 15 жылда осы завод іске асырылып жұмыс істеп жатыр екен. Ақпаратты білейін деді, жаңа инвестор Түркияға барып оралып 15 жобаның тізімін алып келді. Сол жаңа кальцийленген содадан үлкен инвестиция талап етпейтін проекттер, жобалар.
сол жобаның бәрден тізімін алып келіп, негізі жаңағындай Қазақ сода, кальцийленген соданы мысалы іске асыратын болса, қасында өзіміздің мердігерлер, аудан, облыстың мердігерлері осындай кішігірім тұтынушыларға дайын тауарларды жасайтын заводтарды соғуға мүмкіншілігі болады. Оған енді біз көмектесеміз. Ол жақтан жаңа арзандатылған қаражат мәселесінде де көмектесетін боламыз. Басқа да көмек болатын болса, оны көмектесеміз. Инвесторлар да дайын. Олар енді кездесуге келген кезде біз экспортқа осынша миллиардтаған шикізат шығарамыз дейді. Соған негізін біз айтамыз, ол шикізат дұрыс. Салығы болады, жаңа түсімі болады. Екінші мәселесі біздің өзіміздің жергілікті тұрғындарға бизнес ашуға мүмкіншілік жасау. Оған олар толықтай келісіп отыр. Екінші мәселе, оны қарастырып отырған, біз негізі реинвесторлардың бәрдерін жинадым мен. Реинвесторлардың бәрдерін жинап, алдымыздағы 5 жылдың ішінде іске асырылатын заводтардың қандай мамандар талап етесіңдер. Қандай тәжірибесі қандай болу керек. Сонда сол мамандардың тізімін маған алып келді. Ол тізімде енді 2,5 мыңнан жуық адам мамандары бар. Сол мамандарды енді қазір біз білім беру мекемелерді жинап жатырмыз. Оларды жинап, колледжі бар, университеттеріміз бар, соларға көрсетеміз осы тізімді. Міне 2,5-3 мыңдай адамдар қажет болады, жұмысшылар қажет болады. Осындай тәжірибелі жұмысшылар. Сіздер онда алдымыздағы 5 жылдың ішінде сіздер жаңа факультет ашыңыздар, жаңа мамандарды дайындайтындай мүмкіншілік жасаңыздар. Колледждар енді бәрдері инженер болмайды ғой. Мамандарды да басқа жақтан іздеп жүрмейтін, ертең бірін-бірі толықтырып отыратын жағдай жасау керек дейсіз ғой. Біздің жастар негізі Жамбыл өңірінің жастар көбінесе басқа қалаларға, өңірлерге кетіп қалды. Сол себептен осы жастарымызды білікті білім беріп, жұмысшы болсын, инженер болсын, өзімізде мына жақтан дайындап, өзіміздің жоғарғы оқу білімдері, орташа оқу білімдерінен дайындап, өзімізге жұмыс орындар, міне жұмыс орындар болады. 5 жылдың ішінде болатын жұмыс орындар, осыны дайындау керек. Ол үшін аудан әке-шешелермен жұмыс істеу керек. Юрист, экономисттер енді жеткілікті бізде. Барлығының жүрегіне сенім ұялату керек дейсіз ғой, ең бастысы. Сенім болмаса жұмыс жүрмейді. Ербол Шырақбайұлы, менің байқағаным, сіз әлеуметтік желіде белсенді азаматтардың бірісіз. Көп жұмыстарыңыз ішінде мен бір байқағаным, шетелдік инвесторлармен жүргізіп жатқан жұмыстарыңызды үнемі көрсетіп отырасыз. Осы жерде ой туындайды. Осы кездесулердің оң нәтижесі бола ма алдағы уақытта? Біз алдағы уақытта біздің өңірден қандай инвестициялық жобаларды көруіміз мүмкін? Әрине, жаңа айтып кеттім ғой, жүйелі түрде біз мынау бір терезеден қызмет көрсету мәселесін аудандық, облыстық деңгейдегі чиновниктардың бәрден білімдерін арттырып, осы инвесторларға жұмыс атқаратын, көмектесетіндей деңгейге жеткізетін болсақ, бізде кен орындары, жаңағыдай мүмкіншіліктердің бәрдері жеткілікті. Сол себептен мен осы 3 айдың ішінде 30-ға жуық кездесулер өткіздім. Ол Европа мемлекеттерден, Сауд Арабия, Біріккен Араб Эмират, Қытай Халық Республикасы, басқа да мемлекеттің инвесторлар келді. Жақсы жобалар алып келіп отыр. Мысалы, 4 жобаны айтып кетейік, қазіргі келісімге келіп, ендігі жылдан бастап басталатын жобалар, оның ішінде 200 миллион ақш долларға жуық көлемі 4 жоба, оның ішінде жүк көліктерін құрастыру, егістік алқаптарын сумен қамтамасыз ететін жабдықтарды соғу заводтар, шыны өндірісі, болат өнімдерінің өндірісі, ол тек қана бастамасы. Себебі қазір енді келесі жылдың басынан бастап мен облыстық инвестиция тартуға құзыретті чиновниктардың бәрдерін шет мемлекеттерге жіберетін деп шешім қабылдап отыр. Тәжірибе алмасу мақсатында ғой? Тәжірибе алмасу емес, біз роуд-шоу жасау керекпіз. Өзіміздің облысымыздың деңгейін, потенциалын көрсету керекпіз. Оны енді жай ғана барып сөзбен айтпай, дұрыстап презентация жасау керек. Негізі, халықаралық тәжірибе бойынша инвесторлардың тілімен сөйлесу керек. Дұрыстап тизерларды дайындау керек. Қызықтыра білу керек дейсіз ғой? Әрине, ағылшын тілінде, қытай тілінде, араб тілінде, басқа да тілде, сол инвестордың тілінде соны көрсету білу керек. Оған енді біз үлкен жұмыс атқарып жатырмыз, тизерлардың бәрдері дайын. Оның бәрі келген инвесторлардың мына жақтан әрдайым күтіп, проблемалардың бәрдерін шешіп,
мүмкіншіліктердің бәрдерін көрсетіп, мынау жүйе, инвесторларды қолдайтын жүйе, соның бәрін дұрыстап қолдана алсақ, әрине ол инвесторлар бізге Жамбыл өңірінде қоныс деп, жаңағындай үлкен заводтарды соғатын болады. Оған мен сенімдімін. Жақсы. Енді мен сіздің сөзіңізге қарап байқап отырмын, жаңа жылдан кейін біздің бизнес саласында жүрген азаматтарға бір оң өзгеріс болатын сияқты, бір қолдау болатын сияқты жергілікті билік өкілінен. Солай ма? Иә. Енді Ербол Шырақбайұлы, әр нәрсені айтқан кезде бізде сала көп. Жалпы осы Әулет өңірінің тумасы ретінде мені келесі ойландыратын, толғандыратын мәселе бұл әлбетте орта мектептердегі білім беретін білім саласы және медицина саласы. Енді білім саласында біздің жас жеткіншектеріміздің тіпті республикалық, халықаралық жарыстарда жүлделі орындардан көріп жүргенде көңіл тояды. Бірақ медицина саласының қызметіне келген кезде кейде халықтың тарапынан әртүрлі арыз шағымдар болып жатады. Осы мәселе сіздің қаншалықты назарыңызда? Білім саласы, денсаулық саласы, әсіресе ауруханаларымыз, орта мектептеріміз, ол жақта енді мұғалім дәрігерлеріміздің білімділігін, тәжірибелігін арттыру мәселесі өте өзекті мәселе. Онымен жұмыс істейміз. Екіншіде де үлкен проблема бар, мынау жемқорлық мәселесі. Жемқорлық мәселесі, сол себептен біз қазір жүйелі шешім қабылдандық. Мысалы, бас мектептің директорлары, бас дәрігерлерді қабылдаған кезде ол алшық түрде қабылдану керек. Конкурстың бәрдерін тікелей эфирді көрсету керек. Екінші мәселе, мынау өзіміздің облыстық деңгейде кадрлық резервті қалыптастыру шешім қабылданды. Ол шешімде жаңа комиссия болады. Комиссияда чиновниктар өздері таңдамайды. Оған біз 8-9 адамды қазір таңдап қойдық. Оның ішінде еңбектері сіңген беделді ардагерлеріміз болады. Қазіргіде де, мысалы, мектептерді алатын болсақ, мектептердің директорлары тәжірибелі, жақсы нәтижелі жұмыс көрсетіп жатқан директорларды да осыған жұмырлады. Сол кісілердің өздері жинайды. Жас мамандар болатын болса, өңіріміздегі директор болады-ау деген мектептің басшыларының осындай кадрлық резервті қалыптастыратын болады. Әрине ол жаққа ешқандай туыс-туғанында да керек жоқ. Ешқандай білім басшысында да білем туысы болмауы қажеттілігі жоқ. Себебі біріншіден осы комиссиядан өтіп, өзінің біліктілігіңді, тәжірибеңді көрсете алатын болса, осы комиссия ұсынатын болады конкурсқа қатысу мәселесі. Әрине осы басшылардан бәрдері байланысты. Сол себептен ол жұмыс ары қаратай жалғастырылатын болады. Әрине білім, денсаулық сақтау мекемелері, спорт мекемелері. Ол жақтан үлкен жұмыс қазір басталып кетті. Келесі жылдың басынан бастап осы конкурста да резервті қалыптастыру жұмыстарын бәрдері басталып кетеді жұмыс. Демек, бұрынғы кезде өзіңіз айтып отырған екі салада бірінші басшыларды басқарма басшысы тағайындап келді. Көп жағдайда ол жасырын емес. Бұл тенденция бұзылады ғой енді. Бұл жаңа өзіңіз айтып отырған комиссия дегеніміз ол қоғам. Демек, халықтың өзі таңдайды деген сөз ғой. Әрине, негізі мынау конкурс өткен кезде әрине 3-4 үміткер болатын болса, соның ішінен комиссия бір үміткерді таңдайтын болса, ол міндетті түрде айту керек. Не себептен басқа үміткерге қарағанда мынаның қандай артықшылығы бар, қандай тәжірибесі бар, не үшін осындай шешім қабылданды деп. Мынау резерв, облыстық резервтің қалыптастыру, ол жас мамандар сену керек. Ешқандай танысың болмаса да, ешқандай ағаң көкең болмаса да, осындай комиссия ашық түрде келіп, осы кадрлық резервті қалыптастыру комиссияға өз біліктілігіңді, тәжірибеңді дәлелдейтін болсан, бәрі мүмкіншілік бар. Мынау білім беру саласында да, аурухана, денсаулық саласында да өзің карьераңды ары қаратай қалыптастыру. Себебі мынау әлеуметтік лифт дейді. Бізде көбінесе жастардың неғып кетіп жатқан басқа өңірлерге. Көбісі мына жақта өзіміздің өңірімізде үлкен дәрежеге жете алмау, тіреп тұрған ешкімнің жоқ-ау деген мәселе. Тек қана біздің Тараз, Жамбыл өңірі емес, ол енді Қазақстанда болған мәселе. Өкінішке орай осындай түсінік қалыптасқан дейсіз ғой? Әрине. Сол себептен біріншіден біз осы әлеуметтік лифттерді жұмысқа енгізу керекпіз. Екінші мәселесі ол қазіргі өңірлердің арасындағы, мен өзім ойынша, ұстаным бойынша ең қатты бәсекелестік өңірдің арасындағы ол жастарға бәсекелестік. Біздің
талантты жастарды облыста қалдыратын болсақ, олған мүмкіншілік туындырып, жаңағындай жұмыс орындарын қалдыратын болсақ, ол себепте біздің өңіріміздің болашағымыз бар деген сөз. Сол себептен біздің негізі жастармен де кездесіп жатыр. Мен жастарымыз өте талантты. Әрбір конкурс сайыстар болатын болса, Жамбыл Әулиеата өңірінің жастары бірінші жүлде орындарға ие болып отыр. Сол себептен осы жастарымызды облыста қалдырып, осы жастар облысымызда өсіп, өніп, үлкен азамат болатындай мүмкіншілік туындыру. Туған жерге келіп туын тууге бірден бір мүмкіндік дейсіз ғой. Әрине. Расында да осы жерде оқыған, осы жерде білім алған жастар өзінің туған жеріне шынайы көңілмен, шын ықыласымен қызмет атқаратындығы айтпаса да түсінікті. Ербол Шырақбайұлы, енді келесі мәселе, біз енді 21 ғасыр деп көп жағдайда айта береміз. Қазір 21 ғасыр дамыған заман деп. Бірақ өкінішке орай енді Жамбыл облысын айтпай-ақ қойын, өзге біздің еліміздің өзге өңірлерінде де әлі күнге дейін таза ауызсыз отырған елді мекендер бар, газ тартылмаған елді мекендер бар. Осы мәселе біздің өңір бойынша қаншалықты сіздің назарыңызда бұл мәселені шешу жолдары қалай қарастырылып жатыр қазір? Өзіңіз білесіз, негізі президенттің тапсырмасымен біз 2025 жылдың аяғына дейін ауыз су мәселесін толықтай шешу керекпіз. Газ мәселесінде де біз 2027 жылдың аяғына дейін шешу керекпіз. Негізі келесі жылы ағымдағы жылы алатын болсақ, бізде 13,6 миллиард теңгеге біз 54 жобаны іске асыруда қазір іске асырылып жатыр. Жыл соңына дейін 47 нысанды нысандағы жұмысын аяқтаймыз деп жоспарлап отыр. Келесі жылда да ауқымды инвестиция қарастырылып отыр. Анау көгілдір отынды алатын болатын болсақ, бізде негізі биылғы жылы 11,8 миллиард теңгеге 16 жоба іске асырылып жатыр. Енді бәрімізге белгілі, Мойынқұм ауданын алатын болсақ, алыстағы бекінген ауылда инвестиция көп тарту керек. Жаңа магистралды құбырды апару керек ол жаққа. Әрине оның бәрі біздің бақылауымызда біз сақтап отырып оны. Негізі жыл соңына дейін 11 жаңа елді мекендер іске асып, келесі жылда да біраз жобаларды іске асыратын болсақ, біз газбен қамтылған халықтың үлесін 91,1%-ға жеткізіп отырық. Ауыз суды алатын болатын болсақ, биылғы жылдың нәтижесінде біз қаладағы ауыз сумен қамтамасыз етілген деңгейді 97%-ға дейін жеткіземіз. Ауылда 96%-ға дейін жеткіземіз. Мына жақта енді біраз проблемалар бар. Мердігерлер тендер ұтып алған жаңа ауыз су жүйелерін тартқандардың жұмысының сапасы. Оған енді талап қою керек, қадағалау, бақылауда ұстап отыру керек. Менің ойымша, осы алдымыздағы 2-3 жылдың ішінде толықтай проблеманы шешуге мүмкіншілігіміз бар. Мемлекет тарапынан, үкімет тарапынан қомақты инвестиция қаражат қарастырылған. Біз өзіміздің жергілікті бюджеттен де оған қаражат қарастырып отырып, президенттің тапсырмасын аталған мерзімде толықтай іске асырамыз деп сенімдіміз. Демек, сатылы түрде бұл жүзеге асады ғой. Жақсы, Ербол Шырақбайұлы, осы өңірге басшылық қызметке келген 3 ай деп айтып жатырмыз ғой. Өзіңіз де байқаған боларсыз, біздің өңірдегі бірден бір мәселенің бірі қоқыс тастайтын полигондар. Бұл енді халықтың тарапынан әсіресе жаз мезгілдерінде үлкен резонанстық жағдайға дейін жеткен кездер болған. Осы мәселені түбегейлі шешу сіздің жоспарыңызда бар ма? Әрине, бізде Тараз қаласында мына қоқыс өңдейтін завод жоқ. Бірінші айда келген кезде осы мәселені мен сараптадым. Эксперттерді шақырып, не себептен басқа қалаларда қоқыс өңдейтін заводтар бар. Ең бірінші мәселе, бізде Тараз қаласын алатын болсақ, бізде Тараз қаласында 163 полигон бар, оның 5-еуі жекеменшік, жекеменшікте 158-і коммуналдық меншікте. Бізде ең үлкен проблема статистика жоқ. Қанша қоқыс пайда болады Тараз қаласында. Есептеп отырған ешкім жоқ дейсіз ғой? Санамай ешкім. Статистика бойынша алатын болсақ, маған мамандар айтады, біз жыл бойы Тараз қаласында 25-30 мың тонна қоқыс шығарады. Инвестор келіп қарайтын болса, инвестор айтады, ол тиімсіз маған. Негізі завод соғу үшін кем дегенде 60-70 мың тонна қоқыс болу керек деп. Біз енді арғартай себебін анықтау үшін арғартай қарайтын болатын болсақ, бізде статистикалық жүйе жоқ екен. Сол себептен ең алғашқы біздің қойып отқан талабымыз
мынау Тараз қаласындағы қоқыстың бәрден санау. Инвестор келетін болса, инвестор 60-70 мың тонна қоқыс болатын болса, бір завод соғуға, ол завод тиімді жұмыс істеуге мүмкіншілік пайда болып отыр. Сол себептен біз осы статистика жағын қазір ретке келтіріп отырып, келесі жылы бір үлкен инвесторды алып келіп, осы қоқыс өңдейтін заводты шығарамыз деп толықтай сенімдімін. Жұмыс атқарылып жатыр ол бағытта. Жақсы. Ербол Шырақбайұлы, мені қатты қызықтырғаны, жалпы сіз біздің өңірге келгендегі енді әртүрлі нысандарға барып жүрсіз ғой. Сол кезде ешкім ойламаған жағдайда қоғамдық көліктерге кез келген жерден міне сап, халықтың жағдайын сұрап, сол жалпы қоғамдық көліктердің мынау қай жерден қай жерге баратыны, халықтың қай жерде көбірек тұрып қалатындығы сізді қатты қызықтырды. Бұл енді жазда білінбес, бірақ қыс айларында бұл өте халық шынында да аялдамада жарты сағат тұрып қалсаңыз, өткендегі аязда өте қиын жағдайларға жеткізеді. Сонымен қатар біздің Тараз қаласында жарық мәселесі де 100% шешілді деп айтуға әлі ертерек. Осы екі мәселе сіздің қаншалықты назарыңызда, бұны алдағы уақытта шешуді ойлап отырсыз ба? Әрине, Тараз қаласын алатын болсақ, екі шоғырылып қалған проблеманың ең маңызды проблемасы, дұрыс айттыңыз. Бірінші проблема ол біздің мынау қоғамдық көліктер мәселесі. Расында проблеманы түсіну үшін біз қала әкімімен өте көп уақыт соған азанда, таңғы 7:30-нан бастап, 7-тен бастап 9-ға дейін осы қаланы аралаумен жүрдік, проблеманы өз көзімен көрдік. Біріншіден бізде Тараз қаламызда 37 бағыт бойынша 350 автобус бар екен, 37 маршрут. Негізі жаңадан қосылған алқаптарды алатын болсақ, микрорайондарды алатын болсақ, қосымша 15-16 маршрут қажет етіліп отыр. Ол біріншіден. Екіншіден, 37 маршрут бойынша автокөлік, автобустардың деңгейлері өте төмен. Кішкентай, ескерген автобус. Бізде Тараз қаласы бойынша алатын болатын болсақ, 30% жаңа автобустар, 5-7 жылдық автобус. Қалған 70% тозған, кішкентай, сонда да өздеріңізден де әлеуметтік желілерді көріп отырсыз, шамданып отқан Тараз қаласының тұрғындарын бірінші айтатын наразылығы автобус кішкентай, сынып қалады. Тарлық етеді көбінде. Тарлық етеді. Сол себепті мен тапсырмам бойынша 35 автобус алынды, үлкен автобустар алынды. Оны енді тест режимінде біз қосып отырып, 5 автобусты 60-шы маршрутқа қостық біз, 10 автобусты 38-ші маршрутқа қосып отырып, 5 автобусты 55-ші, 2 автобусты 23-ші маршрутқа қостық біз. Әрине, жылдың аяғына дейін тағы да автобустар келеді, ол жұмысты жалғастыратын боламыз. Негізі алдымыздағы 2-3 жылдың ішінде 200-дей жаңа автобус керек. Негізі мынау қоғамдық көліктің ең үлкен проблемасы өз-өзін шығынын ақтамайтын бизнес. Сол себептен біріншіден субсидия мәселесін шешу керек. Мен тапсырмам бойынша осы жылы қосымша ақша қосылды. 2 миллиард теңгеде енді жыл бойы қосылатын болады. Жаңа автобустар келетін болса, субсидияның көлемінде де қосылатын болады. Ол мәселе менің тікелей қадағалауымда, бақылауымда ұстап отырмын. Екінші мәселе мынау қаламыздың жарықтану мәселесі. Кешке жақын жүріп көрсеңіз, мен жүрдім. Әрқашан жүріп отырам, бізде өте жарық аз. Адамдар жүретін жұмыстарынан кешке жақын, қыстық уақытта әсіресе көшелерде жарық жоқ. Сол жарықтандыру мәселелерін бәрін қолға алып, қазір біз биылғы жылы, келесі жылдың басынан 500 миллион теңге қосып жатыр, қосымша қаражат. Оған енді бюджетті нақтылау процесінде тағы да қосатын боламыз. Алдымыздағы 1-2 жылдың ішінде толықтай Тараз қаланы жарықтандыру мәселесі, проблемасын толықтай шешу керек. Мүмкіншілік бар. Ол бағытта жұмыс атқарып жатыр. Жақсы. Енді Ербол Шырақбайұлы, бізге берілген уақытта өзінің мәресіне жақындап келе жатыр. Соңғы сұрақтардың бірі деп қабылдасаңыз да болады. Таяуда ғана бізде қардың құрсауында аяздың шыдас бермес осындай бір несінде қалдық. Енді бұл әулет өңірінде өте сирек болатын жағдай. Дей тұрғанмен бізде бір болжамайтын дүние, бұл ауа райы ғой, ешкім болжап біле алмайды. Қалай болатын, қандай жағдай болатын. Енді біз күнделікті жаңалықтардан беріп отырдық. Мыңдаған адам қар құрсауынан құтқарылды, мыңдаған көлік қалып кетті ол жерде. Енді өңірге басшы болып келгеннен кейін осы мәселе сізді қатты ойландырған шығар деп өз басым ойлаймын. Алдағы уақытта осындай мәселені болдырмау үшін бола қалған жағдайда шұғыл қандай әрекет жасау керектігі сіздерге бір ой салған шығар. Алдағы уақытта осы мәселе бойынша қалай жұмыс жүргізесіздер?
Әрине, бәрдеріңіз білесіздер, мына 14-15 желтоқсанда бізде төтенше жағдай, табиғат сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. 2 күннің ішінде біз 5000-ға жуық жолаушыларды көліктер жолдың үстінде қарда қалып қалған жағдайынан құтқарып алдық. Түнімен жұмыс істеп, оған енді мынау үкімет тарапынан министрлердің бәрдері көмектесті, шыны керек. Қорғаныс министрі, төтенше жағдай министрі, көлік министрі, қосымша гусеничный техника дейді, түн ортасы бойынша консервациядан 3-4 сол үлкен қалың қардан өте алатын техниканы шығару мәселесінде де көмектесті. Сол себептен осы бәріміз жұмылып қоян қолтық жұмыстың арқасында біз осындай қиын жағдайда бәрін құтқарып алып қалдық. Екінші мәселе, әрине, қазір мен тапсырмам бойынша осы өткен төтенше жағдайдың сараптамасы өтіп жатыр. Жүйе қалай жұмыс істеді? Не себептен соншама көп жолаушылар жол үстінде қалып қалды? Оны мынау алгоритмді өзгерту керек. Қалай жолды жабу керек? Әрине, жолды алдын ала жауып қойған тиімді болады ғой. Сосын олар жаңағы жолаушыларды қардың ортасында 30-40-50 км қалың қардың арасында жүріп, соны құтқарғанша. Әрине, осы жұмыс атқарылып жатыр. Қазір енді осы бір аптаның ішінде біз мынау іс-қимыл алгоритм төтенше жағдайдағы жолдар жабу мәселесін толықтай қарта өзгертетін боламыз. Нәтижесі болады деп мен сенімдімін. Сол себептен жұмыс қазір атқарылып жатыр. Екінші мәселе, ол көлік министрлігімен де сөйлестік, министрімен, төтенше жағдай министрімен де сөйлестік. Бұл біздің Қазавтожол акционерлік қоғамының Жамбылдық филиалы, өзіміздің төтенше жағдайлар бойынша департаменттің көліктері, техника, арнайы техниканың көлемін арттыру. Қазір түсінген бойынша енді жаңағы Қордай асудағы жаңа жол дейміз ғой. Бірінші болып тұрған осындай қары, 2 метр қары болды. Сол себептен бар техниканың көбісі жүремейді екен ол жақтан. Сол себептен соның бәрін ескере отырып, біз қазір жаңа талап қойып, жаңа техниканы алу мәселесінде шешетін боламыз. Әрине, қыс болған соң осындай төтенше жағдайлар, қар мәселесі, ауа райын күрделі қиындау мәселесі болып тұратын болады. Біз оған жылдан жылға сайын дайын болу керекпіз. Тәжірибемізді арттыру керекпіз. Оған енді олбаусы бағытта жұмыс атқарылып жатыр. Ең бастапқысы біз адамның өліміне жол бермедік. Әлбетте. Басты байлығымыз біздің азаматтарымыз ғой. Ербол Шырақбайұлы, енді хабар соңында сізге айтқым келіп отырған, сізден жасайын деп отырған өтінішім, алғаш рет келіп отырғаннан кейін, санаулы күндерден кейін есігін қағып жаңа жыл келіп жатыр, 2024 жыл. Жалпы үмітпен қараймыз ғой болашаққа. 2024 жылдан халық үлкен үміт күтеді. Осы Әулиеата жұртшылығына айтатын құттықтау тілегіңіз болса. Келе жатқан жаңа жылда мен айтатын тілегім, бәріміз аман болайық біріншіден. Әрбір жанұямыздың әл-ауқаты артып, денсаулығымыз мықты болсын. Біз облысымыздың экономикалық потенциалын әрқартай арттырып, бақытты болу керек, амандасып. Мына президентіміздің тапсырмасы бойынша қазір біраз жұмыстар атқарылып жатыр. Менің өзім ұстаным бойынша біздің Жамбыл өңірінде толықтай мүмкіншілігіміз бар. Халық байқуатты, бақытты өмір сүруге. Біздің ең алғашқы байлығымыз біздің тұрғындарымыз облыстағы. Білімді, жұмыстан қорқпайтын, қашпайтын, өте жұмысты жақсы көретін тұрғындарымыз. Сол себептен осы бәріміз бір ел болып, алдымызда қойған мақсаттарға қол жеткізе болатын болсақ, бізде барлығы дұрыс болады деп санаймын. Мен оған сенімдімін, бәрі дұрыс болады. Рахмет, Ербол Шырақбайұлы, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Сіздің сөзіңізге қарап біздің түсінгеніміз, әрине бұған дейін атқарылған тірліктер аз емес, алдағы атқарылып қалатын тірліктер ауқымды екен. Сол жұмысты жетекшілік ету барысындағы еңбегіңіз қашанда жемісті болсын, сәттілік серігіңіз болсын. Рахмет сізге. Рахмет. Құрметті телекөрермен, осымен түйінсіз өзінің кезекті жұмысын осылай түйіндеді. Бастысы ел аман, жұрт тыныш болсын ағайын.